Ассалаумағалейкум, құрметті достар. Өмірде әр түрлі жағдайлар болады. Сол кезде дұрыс таңдау жасау үшін біздің бағдарлама сіздерге қажет болып қалуы мүмкін. Бұл 101 кеңес бағдарламасы және оның жүргізушісі мен, Мырзабек Еркебұлан. Біз кеңестерімізді бастаймыз. Құрметті достар, әйеліңнің сыныптастарымен кездесу кеші. Ол әйелің үшін өте маңызды. Сондықтан да қонаққа келгеннен кейін барынша өзіңізді сыпайы ұстауға тырысыңыздар. Келесі қателіктер жасамаңыздар. Мен сол анау мұнай компаниясында жұмыс істеймін. Өзімнің жеке жүргізушім бар. 2 үйіміз бар. Сен не айтып отырсың? Енді өзің ғой маған солай айт деген. Мына жердің тамадасы мүлдем ұнамайды. Өзім тамада болайын да. Алай түрлеріңе қарасам, мектепті бітіргендеріңе 30 жыл болған сияқты ғой. Мына отырысқа қарағанда сендердің 30 жылдықтарыңа ешкім қалмайтын сияқты ғой. Және есіңде ма? Тоғызыншы класста мен сені судан ұстап үйге дейін шығарып салушы едім ғой. Не айтып отырсың сен? Мен сені ауруханаға дейін шығарып саламын, түсіндің бе? Жалпы айтатын болсақ, мен Жанияның күйеуімін. Жания сіздер туралы жиі айтатын. Танысқаныма қуаныштымын. Айтпақшы, қыз бөлектегі қыз әдемі екен, Мен әйелім ғой. Маған Жания айтатын еді, Жәмила деген сыныптас қызымның күйеуі бар, сол Алғаш деп. Сол кім? Жәмиланың күйеуі? Бар ма, темекі бар ма? Темекі шекпеймін мен. Мен сенен шегесің ба, шекпейсің ба деп сұраған жоқпын, темекі бар ма дейді. Жаниямен қалай таныстың бері? Өз ғой, артынан жырбаңдап қалмай қой. Мойындасаңдаршы, араларында соңғы атаман кім? Мектепте соңғы атаман болған ғой. Сен шығарсың, Мадинаның күйеуі кім? Мен? Ауысасың да? Жігіттер, танысқаныма қуаныштым. Жиі араласып тұрайық. Болмаса, футбол ойнайық бірге. Құрметті достар, қоштасатын сәт. Дәл осы жерде артық қылам деп тыртық қылып қойып жүрмеңіздер. Енді сендер класстассыңдар, содан кейін ба бүгін маған мүлдем ұнамады кеш. Ресторанды қайсысын таңдадыңдар? Тамақтарын мүлдем ұнаған жоқ. Дәмсіз. Адам баласы 15-тен жинады да, там да ақтаған жоқ. Жақсы, аман болыңыздар, біз жүрейік. Бір күнге прокатқа алған машинамызбен, қайтайық. Сен үйіңде де екінші атаман шығарсың, Жақсы, сау болыңыздар. Енді көріспейтін шығармыз, Жарайды, онда сау болыңыздар. Жания, сен қалып отыра бер. Мен сыныптасың Мадинаны шығарып салайын. Жақсы, сау болыңыздар. Тағы да танысқаныма өте қуаныштымын. Жания, сен айтқандай шынымен де сыныптастарың өте керемет адамдар екен. Ұрсат болса біз жүрейік. Құрметті достар, дәл осындай кезде жол үстінде кетіп бара жатып, егер сіз жол жүру ережесін ұстаңыз, ал сізді жол патруль инспекторы тоқтатса,
не істеу керек? Мұқият қарап алыңыздар. Ең бастысы не істемеу керек екенін қарап алыңыздар. Пароль! Пароль! Инспектор Айтбек Керімқұлов, құжаттарыңыз. А? Құжаттарыңыз. Естімей жатыр! Нөмірді қайра. 627, не бопты? Жай, тұрма орында. Жол спичекті ешке жоқ. Көліктен шығып, біздің көлікке отырыңыз. Кім маған осы жерден қайлы? Сен кімді тоқтатқанын білесің ба? Алло, сөйлесші. Кім бұл? Әжем ғой. Қазір бір звонок. Звонда, кімге звонысың? Телефон бері тұрасың ба? Енесі жоқ. Аға, жол жүру ережесін бұзып қойсам айып етпеңіз. Әйелмен бала шағама асығып баратқан едім. Bir жолата жіберсеңіз, келесіде қайталанбайды. Техпаспортыңыз қайда? Құрметті достар, тағы бір сізді тоқтатқан жағдайда сіздің құжаттарыңыз түгел болмауы мүмкін. Сол кезде сізді аға инспектор сіздің басыңызға айыппұл салуы мүмкін. Ондай кезде қулыққа бару керек. Бірақ қулыққа барам деп артық қылып қоймаңыздар. Айып формаңыз өзіңізге күшті жарасады да. Шынымды айтайын ба? Бетіңізге айтайын бар ғой. Сіздей сұлу инспектор әлі көрген жоқ. Сіздің аты жөніңіз кім? Айтбек Керімқұлов. Ой, Керімқұлдың немересісің ба? Айыппұлды айлық бергеннен кейін төлесем бола ма? Бұл сізге айыппұл салам. Аға келісейік та. Мен не айтпақшысың? Абайдың 37-ші қара сөзін айтайын. Айыппұлды қарыздап беріңіз болса соған жазсаңызшы. Техпаспортыңыз бар ма? Жай паспорт болмай ма? Аға түсініңізші, әйелім босанып жатыр еді. Соған асығып бара жатыр. Түсінікпен қарауыңызды сұрайын. Жақсы, жол болсын. Дәл осындайдан кейін алғыс білдіруді ұмытпаңыздар. Бірақ рахмет айтам деп бірдеңені білдіріп қоймаңыздар. Жақсы, брачка, давай! Қорқақ, бұндайда ақша теп қалу керек. Давай, мынау саған. Прикинь, гаидан таныс тауып ағасың ғой. Бұдан былай мына машинаны көретін болсаң, тоқтатушы болма. Қырын жаттап ал, брачка. Бірақ енді алданушы болма. Түсінгеніңізге көп рахмет. Жақсылығыңызды ұмытпасын. Жақсы, жол болсын. Кешіріңіз, мына көйлек қанша тұрады? Бұл көйлек $1500. Осындай жағдайларда әйеліңіздің көзі міндетті түрде қымбаттатқа түседі. Ал сіз қымбат бағаны естіген жағдайда өз-өзіңізге бекем болыңыздар. $1500. Қанша? $1500. Дәл осы көйлекті ана жерде 1800 теңгеге сатып тұр ғой. $1500. Жаным, алдымен киіп көр, одан кейін көреміз, е? Құрметті достар, әйеліңіз көңіліңізден шығып, үнемі сізді тыңдасын десеңіздер, көйлекті өзіңіз тыңдап беріңіз. Сол кезде мәз болып қалады.
Жаным, мына көйлекті қарашы, қандай әдемі. Yo, әдемі екен. Бағасы да $10. Әдемі, бірақ саған жараспайтын сияқты. Бедей, мен осы көйлекті саған алып берейін, бірақ кешке Айгүлмен қыдырайын. Жаным, қалай? Мынау көйлек сен ашатты, бірақ сен көйлекті ашпай қаласың сияқты. Жаным, қалай? Жақсы, өзің де қалай? Үй шамам ба? Туф! Ұстап тұр, суретке түсіріп алайын. Әперіп деп айтасың құрбыларыңа. $1000 дейсің ба? Сенен аяғанды ит жесін. Ит бар ма? Ит. Саған алып берем дедің ба? Алып берем. Маған салмағын тартып жіберіңші. Осы көйлекті алып бермесем, барам да Еркебұлан деген атымды басқа атқа ауыстырам. Кеттім. Атымды ауыстырып келейін. Жан, бірақ сен үстіндегі 2 жыл бұрын алған курткаңа жеттің. Жарайды, осы көйлекті алайық та? Бірақ алдында алған көйлекті қайтып өткіземіз. Бұдан кейін маған киім жайлы әңгіме айтпа, түсіндің бе? Жарайды, алып берейін. Сенің қуанышыңа ештеңе арзымайды. Сізге сондай жарасып тұр. Не дейсіз ағасы? Бұндай жағдайларда әйеліңізге көйлек ұнағанымен сізге бағасы ұнамауы мүмкін. Әйеліңізді ренжітіп алмау үшін менің кеңесімді қарап алыңыздар. Я, сен бұл көйлекті киіп кімнің көзіне түспекшісің, а? Ағасы не айтасыз? Не айтайын? Танымаймын мен бұл кісіні. Не айтасыз ағасы? Не айтайын? Өлең айтып берейін. Бүгін сенің туған күнің балапан дәулет. Біз алмаймыз, жай әшейін қарайын дегеніміз. Ағасы не айтасыз? Жаным, қаш, мен бұны ұстап тұрам, қаш! Қашсай кеткенсіз болды ғой, көйлекті киіп ба, қашсай! Бедей, әйелім осы көйлекті киіп, тойға барып, сіздің эмблемаңызды жабыстырып қоямыз, жарнамаласын, сол жарнамасының процентін сізге төлейді. Ағасы не айтасыз? Маған ұнады. Осы көйлекті алып қойсаңыз, біз тағы бір айналып келеміз, болмаса осыны алатын боламыз. Отырыңыздар, иә. Мына дәмнен алып отырыңыздар. Каспир. Алло. Қазір. Құрметті достар, үйіңізге қонақ келді, бірақ осындай жағдайда достарыңыз күтіп отырса, достарыңызды да қимайсыздар. Сондықтан тез-тез кетіп қалу үшін өтірік айтуға тура келеді. Өтірік айтқанда да адам сенетіндей өтірік айтыңыздар. Кешіріңіздер, мені шұғыл шақырып жатыр. Жұмысқа кету керек. Жаным, сен отпускадасың ғой? Кешіріңіздер, мен кетуім керек. Телевизордың пультына батарейка алу керек. Бізде батарейка бар. Сағат алып кетші. Жарайды. Құрметті қонақтар, ертең келсеңіздерші. Және үйден не жоқ? Майонез. Мен барып майонез алып келейін. Қонақтарды майонезсіз күтіп алған ұят болады. Ата-бабаларымыз баяғыда қонақтарын майонезбен қарсы алған. Кешіріңіздер, мен кетуім керек. Досым суға батып бара жатыр. Соны құтқарам. Сен жүзе алмайсың ғой? Кешіріңіздер, аяқ астынан кетуім керек. Сіздерден де маңызды қонақтар күтіп тұр. Кешіріңіздер, шұғыл кетуім керек. Мади деген досымның әйелі босаныпты. Оның әйелі 3 ай бұрын босанған.
Кешіріңіздер, шұғыл кетуім керек. Жаңа ғана досымның көлігі бұзылып қалыпты. Соны барып көмектесу керек. Айып етпейсіздер, астан алып отыра беріңіздер. Дұрыс сылтау табылды. Дегенмен аңға шыққанда қонақтарға және әйеліңе білдіртпей мылтықты алып шығу керек. Осы кезде де өтірігіңіз шығып қалмасын. Ал, мен кеттім. Мылтықты қайтесің? Астымызда көрші ұнамай жүр соңғы кезде. Жолым болмай жүр соңғы кезде. Өлтірем ана мысықты. Мылтықты қайтесің? Металлоломға тапсырам. Сақтау мерзімі өтіп кетті, соны барып лақтырып келейін. Досым түрмеден қашқан, соны барып көмектесу керек. Серікке көмектесем, әйелі ұрып жатыр екен. Досым тұраған, соған шұғыл апарып беруім керек. Осыған да сылтау табылды. Ал енді қонақтармен дұрыс қоштасып кету керек. Осы кезде сыпайылық пен мәдениеттілікті таныта біліңіздер. Давай, өздерің отыра беріңдер. Жақсы енді, көрмегенім сендер болсын. Ал, мен кеттім, мен келген кезде осы жерде жоқ болатын болыңдар, түсіндер ма? Ал, мен кеттім, Құдай қаласа келесі наурызда кездесетін шығармыз. Келесі наурыз бір жылдан кейін бе? Айыпқа бұйырмаңыздар, шаруа шығып қалды. Үйлеріңе қашан қайтасыңдар? Ал, сау болыңыздар, мен кеттім. Кеткенсің, маған айттың, мен бірден келем. Ал, сау болыңыздар, мен кеттім. Кетер кезде жеген тамақтардың ақшасын төлеп кетіңдер. Сау болыңыздар, мен кеттім. Ал, сіздер болсаңыздар, өз үйлеріңіздегідей отырыңыздар. Құрметті достар, біздің кеңестер сіздерге өмірде қажет болып қалады деген ойдамыз. 101 кеңес бағдарламасы және оның жүргізушісі Мырзабек Еркебұлан. Келесі кездескенше сау, аман, бақытты, көңілді болыңыздар.